Өзін-өзі өлімге итермелейтін ойынның авторы анықталды. Ол телефон арқылы жасөспірімдерге қауіпті тапсырмалар беріп отырған. Күдікті ретінде тіркелген азаматтың кінәсі дәлелденіп, ол сот шешімімен бас бостандығынан айырылып отыр. Абай облысында шаруа қожалығының 3 жұмысшысы қайтыс болды. Олар аспалы көпір арқылы мотоцикл алып өтпек болғанда көпір үзіліп кеткен. Қазір бұл іске қатысты тергеу амалдары басталды. Қызылордада жыл басынан бері 250-ден астам интернет алаяқтық тіркелді. Бұл барлық қылмыстық құқық бұзушылықтың 37%-на тиесілі. Алаяқтардан қалай сақтанамыз? Осы және өзге де хабарлар туралы аймақтар тынысының бүгінгі санында айтамыз. Армысыздар. Абай облысында аспалы көпір үзіліп, 3 адам оқиға орнында көз жұмды. Қайғылы жағдай Аягөз ауданы Ақшәулі ауылында тіркелді. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, шаруа қожалығының 3 жұмысшысы көпір арқылы мотоцикл алып өтпек болған. Бірақ соңы қайғылы жағдаймен аяқталды. Қазір бұл іске қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Синий кит арнасын құрған адам сотталды. Кәмелетке толмағандарды қылмыс жасауға және өзін-өзі өлтіруге итермелейтін ойынның авторы ресейлік Илья Погиблов болып шықты. Ол телефон арқылы жасөспірімдерге қауіпті тапсырмалар беріп отырған. Тергеу нәтижесінде Погиблов өзге адамдардың өліміне деген патологиялық қызығушылығы бар екені анықталды. Сөйтіп, сот шешімімен қауіпті ойын авторы 9 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Абай облысындағы ауыл үйлерінің ауласын су басты. Ал апаттан зардап шеккен тұрғындардың жайын білуге жауаптылар асығар емес. Сол себепті бір топ азамат Қазақстан Халық партиясының көмегіне жүгінді. Партиялықтар мәселені назарына алып, оның шешу жолдарын қарастыруда. Дальний аумағыдан бір топ азаматтар шағым жазды. Бізге халық партиясына келіп, осындай проблемаларын айтып, міне бүгін сол проблема туралы таңертеңнен бастап сол дальний жаққа шығып көріп, өз көзімізбен көргеніміз, міне халқымыздың, еліміздің міне мынандай өте қауіпті жағдай болып жатыр. Міне үйлеріне, огородтарына, дәретханаларына су кіріп, міне сондай үлкен бір проблема тудырып жатыр. Соған енді біз енді өз үлесімізді қосып жатырмыз. Маңғыстау облысында жыл басынан бері интернет алаяқтыққа қатысты 70-тен астам қылмыстық іс тіркелді. Оның басым бөлігі соттың қарауына жіберілді. Мамандар алаяқтардың ісін ашу көрсеткішін ұлғайтуға ниетті. Мұндай маңызды іске Қазақстан Халық партиясы да атсалыспақ. Жуырда партиямыз Маңғыстау облыстық полиция департаменті және заңгер құқықтық конторасымен меморандумға қол қойды. 3 жақты келісім икемді ынтымақтастық пен жемісті нәтижелерге жетелейді. Қоғамның өзекті мәселелерінің бірі интернет алаяқтық болып табылады. Интернет алаяқтықтың алдын алу мақсатында, яғни осы облыстық прокуратура қызметкерлерімен, банк қызметкерлерімен және басқа да құқық қорғау қызметінің органдардың қызметкерлерімен бірлесе профилактикалық жұмыстар және қылмыстың алдын алу мақсатында бірнеше іс-шаралар өткізілуде. Сонымен қатар қазіргі таңда осы интернет алаяқтықтың құрбандары болып 45 жастан жоғары азаматшылар болып табылады. Яғни бұл азаматшыларға өздерінің құқық қорғау қызметкерлері таныстырған алаяқтар өздеріне жәбірленушілердің жеке мәліметтерін иемденіп алып, солардың есеп шотындағы ақшаларын жымқыруда. Ондай жағдайға тап болған жағдайда сіз дереу 102 телефонына хабарласуыңызды, немесе осы Ақтау қаласы 3-Б шағын ауданында орналасқан киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасына келіп шағымдануыңызға болады. Қызылорда облысындағы ғаламтор алаяқтарының әрекеті тыйылмай тұр. Жыл басынан бері аймақта 250-ден астам интернет алаяқтық тіркелген. Жергілікті полиция департаментінің мәліметінше, бұл барлық қылмыстық құқық бұзушылықтың 37%-на тиесілі. Статистика жаға ұстатады. Ал мұндай жағдайға тап болған азаматтар не істеуі қажет? Бұл тұста партиямыздың Қызылорда өңіріндегі филиалы тегін құқықтық көмек беруге дайын. Себебі жуырда партиямыз облыстық адвокаттар алқасымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Екі жақты құжат аясында тараптар алдағы жоспарын құрып қойған. Олар бірігіп, алдағы уақытта қоғамдық қабылдау өткізуді көздеп отыр.
Қазақстан халық партиясы Қызылорда облыстық филиалы мен Қызылорда облыстық адвокаттар алқасы арасында екі жақты меморандумға қол қойылды. Бұл меморандумның мақсаты интернет алаяқтықпен күресті күшейту, интернет алаяқтықтан зардап шеккен жандарға тегін құқықтық кеңес беру. Және осы меморандум аясында алдағы уақытта Қазақстан халық партиясы Қызылорда облыстық филиалы мен адвокаттар алқасы қоғамдық қабылдау өткізетін болады. Баспанаң болса да, бас ауыртар шаруа аз емес. Коммуналдық қызметтер, су мен жарық мәселесі бар, бірақ партиямыз тұрғындар үшін оның да шешімін табуға атсалысып жүр. Осы тұста ұйымның тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен ынтымағын байқауға болады. Партияның Маңғыстау облыстық филиалы өкілдері шаруашылық қызметкерлерімен бірігіп, қоғамдық қабылдау өткізді. Әрбір азаматтың өтініші жеке қаралып, проблемалардың шешімі табылды. Қазақстан халық партиясына әр демалыс күні тегін консультация алуға келемін. Яғни осыйдың документтерін басынан восстановить ету, банктен қалай выписка алу керек, және де сол арқылы үйдің сметасын жасауға көмектерін тигізіп жатыр. Көптеген сұрақтарыма жауаптарымды алдым, және де алдағы уақытта да маған көмектеседі деген үміттемін. Келіп көптеген тегін кеңестерді тыңдауға келемін. Көп рахмет сіздерге. Жетісу облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің сапалы жұмыс істеуі үшін жаңа ғимарат қажет. Себебі қолданыстағы нысан әбден тозған. Аудандардағы өрт сөндіру мекемелерінде де түйіні шешілмей тұрған түйткіл жетерлік. Бұл туралы партиямыздың осы аймақтағы филиал төрағасы Олжас Бекдәулетовтың департаменттік керек жарақпен қамту таныстырылымына қатысуы барысында белгілі болды. Ол қоғамдық кеңес жұмысы аясында өтті. Бұдан бөлек, шарада саладағы қордаланған проблемалар мен құтқарушылардың жұмысы талқыланды. Сүйінші, партиямыздың қатары тағы бір қатар азаматпен толықты. Олар енді Қызылорда облыстық филиалының қарамағында жоспарланған жұмыстарға атсалысатын болады. Жуырда ұйымның жаңа мүшелеріне партиялық билеттер табысталды. Қызылордадағы салтанатты рәсімге Қазақстан халық партиясы орталық аппаратты ұйымдастыру бөлімінің басшысы Нұрдаулет Оразханов арнайы барып қатысты. Ол жаңадан қосылған азаматтарға сәттілік тіледі. Ерекше ұнаған тұсы оқу орындармен байланыс жасайтыны және ондағы студенттермен қоян-қолтық бірге жұмыс жасайтыны ұнады. Еліміздің болашағы жастар деп санайтын болсақ, сол жастармен жұмыс жасап, олардың бойына патриоттық сезімді ұялатып сіңіру бағдарламасы ұнады. Жалпы халық партиясының бағдарламасына біздің де қосарымыз өте көп. Еріктілік бағытта, тілді сақтау бағытында және әділетті Қазақстанды құру бағытында біздің де ұсыныстарымыз бар. Партияның осы өңірде жүргізіп жатқан саясатын қолдап, партия қатарынан бірнеше жүздеген азаматтар өтіп жатыр. Біздің партияның жалпы 25 жылда бірнеше жаңадан бастаған бастама жобалар бар. Халық аманаты, мәдени мұра, партиялық серпін. Осы жобалардың аясында біз орталық аппарат өкілдері өңірлерге шығып, тікелей партияластармен, әріптестермен, халықпен кездесіп, тікелей сол халықтың мұң-мұқтажын мәселелерін қарастырамыз. Және де міне тікелей осы партияға бүгін өтіп жатқан азаматтарды орталық аппарат тарапынан құттықтап, арнайы келіп, партиялық билеттерді ұсынып отқан жағдайымыз бар. Яғни өңірлермен орталық аппараттың арасындағы байланысты орнату керек. Биыл көрнекті ғалым академик Қаныш Сәтпаевтың туғанына 126 жыл. Қазақ ғылымының негізін қалаған азаматтың туған күніне орай партиямыздың Ұлытау облыстық филиал өкілдері Сәтпаев ескерткішіне гүл қою рәсіміне қатысты. Сондай-ақ қала әкімдігі мен тұрғындар да атсалысты. Шара соңында Қаныш Сәтпаевқа арналған өлең жолдары оқылды. Топ тегелек, топ үйрек, топ алабыз, тобық қаққан өзенді жағалабыз, торықпаған көңілі қалықтаған таубасынан қарайды балаған үш. Қазақстан халық партиясының Атырау облыстық филиалы өкілдері Қазақ газ аймақ ұжымымен кездесу өткізді. Олар өндірістік мекеменің қызметкерлеріне
партияның бағдарламасы мен бастамаларын таныстырды. Еңбеккерлер тарапынан көтерілген кейбір мәселелер сол мезетте шешімін тапты. Ал өзге түйткілді мәселенің түйіні партияның жұмыс жоспарына енгізілді. Сондай-ақ кездесу барысында ұжымдағы азаматтардың бір қатары ұйымымыздың қатарына қосылуға ниет білдірді. Биыл ұлы жеңіске 80 жыл, әрі Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың 100 жылдығы тойланады. Мерейлі датаға орай Қазақстан Халық партиясы республика бойынша түрлі шаралар өткізуді қолға алды. Солардың бірі Шымкент қалалық филиал өкілдері өткізген әскери патриоттық шахмат турнирі. Оған шаһардың қариялары мен түрлі санаттағы 30-дан астам азамат қатысты. Нәтижесінде жеңімпаздар анықталып, барлық қатысушыға алғыс хат пен бағалы сыйлықтар үлестірілді. Әлия Молдағұлованың 100 жасқа толуына арналған шахматтан турнир өтіп жатыр. Бұл турнирді ұйымдастырушылар Қазақстан Халық партиясы, Шымкент қалалық филиалының төрағасы және бұл кісі халық партияның ардагерлер мүшелері ұйымдастырып жатыр. Біздің негізгі мақсатымыз жастарға патриоттық тәрбие беру, отансүйгіштікке жастарымызды тәрбиелеу. Біздің жастарымыз, болашақ жастарымыз өткен ұрпақты, яғни аға буын өкілдерінің соғыста болсын, басқа тыл ардагерлерінің, яғни барлық аға буын өкілдерінің өткен ерлік істерін ұмытпау, жастардың бойына патриоттық тәрбие қалыптастыру. Бұл халықтың мұң-мұқтажын қарастырып отырған партиямыз осындағы ардагер зейнеткерлердің де мәселесін қарастырып отырады. Осы ұлы жеңіске бізге алып келген және де отан үшін отқа түскендер, мына қазіргі бейбіт өмірімізге себепші болған майдан мен тылдағы әрбір азаматтың ерлігін ұмытпай халық жағында сақтау біздің парызымыз болып табылады. Және де олардың ерлігін дәріптеп, мына өскелең ұрпаққа солар туралы мәлімет беру болып табылады. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 80 жылдығына орай Қазақстан Халық партиясы тек шахмат турнирі емес, экологиялық науқандарды да қолға алған. Мәселен, ұйымның Жамбыл облыстық филиалы Тараздағы Даңқ залы аумағында орналасқан Жеңіс саябағында тал көшеттері егілді. Эко-шараға жастарды атсалысты. Жалпы мұндай қоғамдық жұмыстар, яғни Қазақстан Халық партиясының ұйымдастыруымен, яғни бұл жастарды бірінші кезекте еңбекке баулу, және де өз қаламызды көркейту, дамыту, көгалдандыру, яғни жастарды еңбекке баулу, осындай жаңағы сауапты істерге, осындай қайырымды істерге, яғни баулу. Әрине, бұндай сенбіліктерді жиі ұйымдастыру керек. Өйткені бізде мынау Жеңіс саябағы өте үлкен, яғни бұны бір мезетте егу мүмкін емес. Яғни әр колледжден, басқа жаңағы ұйымдардан балаларды әкеп өсу керек. Жастарды бұл жұмысқа қалай тартуға болады деп ойлайсыз? Жастарды бұл жұмысқа, яғни бір сабағына көмектесіп, яғни жаңағы нашар оқитын үлгерімі нашар жігіттер бар ғой, қыздар, оқушылар, яғни соларға сабақтарына көмектесіп, осындай ағаш шеккен үшін, яғни сабақтарына көмектессе, яғни бізде осындай сенбіліктер көп болады. Жеңіс туу желбірегенінің 80 жылдығы аясында ұйымымыздың Ұлытау облыстық филиалы да тал егу науқанын өткізді. Партиялықтар аймақтағы Малшыбай ауылында Ұлы Отан соғысының ардагерлері саябағында жеміс ағаштарын отырғызды. Қазақтың халық партиясы осы Малшыбай ауылына келіп, іс-шаралар өткізіп жатыр. Осы оқушылармен бірігіп, ауыл тұрғындары барлығымыз бірігіп, жеміс ағаштарын отырғыздық. Енді осы саябақты күтіп бағып, баптап өсіреді деген ойдамын. Сіздерге рахмет, келіп осындай іс-шаралар өткізіп жатқан. 20 жеміс ағаштарын отырғыздық. Бұндағы басты мақсат кешегі Ұлы Отан соғысына қайтпай қалған бабаларымызды еске алып, балаларға патриоттық тәрбие беру мақсатындағы істелініп жатқан іс-шара. Сондықтан да ауыл тұрғындарына, бізді қолдаған мектеп оқушыларына, мектеп басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Әр кезде бұл іс енді осымен бітпейді, әрмен қарай өзінің жалғасын табады. Жеңістің 80 жылдығына орайластырылған экологиялық науқаннан Ақтөбе облыстық филиалы да қалыс қалған жоқ. Сол аймақтағы әріптестеріміз бірнеше аумақты белгілеп, сенбілік өткізді. Bir қатар көшеге ағаш көшеттерін екті. Халық партиясының мүшелерімен осы жерде көшеттерді бүгін ектік. Айта кететін жағдай, біз тек қана егіп кетпейміз, міндетті түрде жаз бойы осы көшеттерге қарап, суарып,
толықтай күшін алып кеткенше қарап тұрамыз. Егер де бір өспей қалған тал болса, күзде оны қайттан егіп, осы жерде біз толықтай абаттандыруға кепілдік береміз. Жасап жатқан жұмысымыз мына жастарға үлгі болсын деп, сосын әрбір біздің қаланың тұрғыны өзінің қаласына өзінің үлесін қоссын деп тұрмыз. Қазақстан Халық партиясы бір қатар бастамаға жол салып отыр. Солардың бірі еңбек адамы жобасы. Бұл жұмысшы мамандықтарының маңызын түсіндіріп, олардың мәртебесін айқындайтын бірегей жоба. Партиямыздың Жамбыл облыстық филиалы Тараздағы политехникалық колледж студенттерімен осы тақырыпта кездесу өткізді. Оған осы колледжде оқыған түлектер де қатысты. Тараптар бір-бірімен пікір алмасып, жұмысшы мамандықтар аясындағы мәселелерді талқылады. Партияның бастаған тағы бір жобасы мәдени мұраны атап өтпесек болмайды. Оны аймақтардағы филиал өкілдері сәтті жүзеге асырып жатыр. Мәселен, қызылордалық әріптестеріміз қаладағы мәңгілік алау алаңына бір қатар тал көшетін екті. Бұл жұмыстарға шаһардағы ардагерлер де белсенді қатысты. Шараға тәжік ауған шекарасының ардагерлері де қатысып, осындай іс-шараға өз үлестерін қосты. Жалпы мұндағы мақсат аймақты туған жерімізді көктеп көгеруіне, өркендеуіне, жасыл желекке айналуына, қоршаған ортаны көгалдандыруға үлес қосу. Қазақстан Халық партиясы мәдени мұра жобасы аясында республикалық акция өткізуде. Осы акция аясында Қызылорда облыстық филиалы мәңгілік алау алаңына тал көшеттерін отырғызды. Семейде кеңес одағының 2 мәрте батыры, Қазақстан авиациясының генерал-майоры Талғат Бигелдиновтың жүлдесіне арналған әскери спорттық жарыс өтті. 9 бен 11 сынып оқушылары қатысқан сайыс бірнеше кезеңнен тұрды. Жеңімпаздарға диплом мен бағалы сыйлықтар табысталды. Ал сол жүлделерді үлестіру ісіне партиямыздың Абай облыстық филиалы демеушілік етті. Бір күндік емес, бұл 2-3 күн өтетін шара бұл. Бұл шараға жас балашақ өзіміздің балаларымыз дайындықтары көрсетіліп жатыр. Бүгін осы военный елге әскери дайындықтарын көрсетіп отыр. Сондықтан біз Халық партиясы, қоғамдық кеңес осыдан көңіл бөліп жатырмыз. Жарыс өте жеңіл өтіп жатыр. Автомат шашылып, магазиншылар сыйлыға да өте жақсы өтіп жатыр. Жылда осы жарысқа келіп тұрамын, жылда қатысамын. Бүгін біз 2 апта бойы партия өкілдерінің назарында болған өзекті тақырыптардың бір бөлігіне ғана шолу жасадық. Өңірлердегі маңызды оқиғалар туралы баяндадық. Мен Александр Беглова сіздермен қоштасамын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.